You are watching this lesson. I am recording this lesson. We are having a lesson. Немесе we're having a conversation. Бұлардың барлығы present continuous шағындағы тұрған етістіктер, сөйлемдер. Жалпы present continuous мен сендерге по секрет айтайын. Ағылшын тілінде әрине көп шақтар бар. Біз курс барысында шақтардың көбін үйренеміз. Бірақ ең пайдалы шақтар қандай? Ағылшын тілінде қай шақтарды біз үйренсек, мысалы Паретоның принципін естіген шығар, 80-20. Қалай біз ағылшын тілінде ең үлкен прогресс жасай аламыз деген сұрақ қойсаңыз, мен сізге 4 шақты атаушы едім. Present simple, I go, I run every day, I read every day. Present continuous, I am watching this video. Past simple, I went there. Және де future simple, I will go there. Әрине бір арнайы жағдайлар бар, сипаттайтын, біз оларды, себебі біздің мақсатымыз тілді толықтай меңгеру өтеміз. Бірақ сіз ол шақтарды білмесеңіз де және шетелдікпен кездесіп қалсаңыз, осы 4 шақты қолдана өз ойыңызды жеткізе аласыз. Жалпы, сізді түсінуге болады, осы 4 шақты білсеңіз. Сол үшін бүгінгі сабаққа назарыңызды жақсылап аударыңыз. Себебі бүгін біз ең жиі қолданылатын present continuous шағын өтетін боламыз. Present continuous мүмкін өздеріңіз түсінгендей, ол дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттағанда қолданылады. Дәл қазір мен не істеп отырмын? What am I doing right now? Мен қазір сабақ жазып жатырмын. I'm recording the lesson. Сіздер қазір сабақ көріп жатырсыздар. We are watching this lesson. Немесе I am watching this lesson. Достар, яғни дәл қазір біз сөйлеген кезде болатын іс-әрекеттерді сипаттаймыз. I am driving. I'm driving. I can't talk. I am driving деп айту ол сөйлем, бірақ әдетте біз оны қысқартамыз. I'm driving-ға дейін. I'm driving, I can't talk. Дәл қазір көлік айдап жатырмын, сөйлесе алмай тұрмын. Көп етістіктерге біз әшейін ing жұрнағын қоса саламыз. Солай біз оны present continuous-қа айналдырамыз. Бізге I керек, subject, басты етістік, одан кейін to be етістігі, естеріңізге салайын, to be етістігі ол есімдікке қарай өзгереді. Мысалы, I мен тек қана am қолданылады, you, we, they мен are қолданылады, he, she, it пен is қолданылады. I am eating pizza. Етістіктердің көбімен біз ing жұрнағын жалғай саламыз. Мысалы, she's reading a book. Read деген етістік болды, ing жұрнағын қостықта reading-ға айналды. Кейбір етістіктеріміз дауыстымен аяқталуы мүмкін. Мысалы, drive сияқты етістік, drive, көлік айдау, cycle, велосипед тебу. Бұндай кезде біз i-ді алып тастап, оның орнына i деген соңғы әріпі, оның орнына ing жұрнағын қосамыз. She's driving a car. Байқап көріңіз, i түсіп қалды да, оның орнына ing қосылды. Немесе, he isn't cycling. Дәл солай, cycle етістік, i түсіп қалды, оның орнына ing қосылды. He isn't cycling now. Phoebe is cycling. Друзья сериалын көргендер біледі. Ал енді кейде біз осыға дейінгі тақырыпта да осындай кейсті қарастырдық. Осы present continuous-қа да жататын кейс. Кейде біздің етістіктеріміз аяғында дауысты және одан кейін тұратын дауыссыз болуы мүмкін. Және әдетте олар бір буынды етістіктер. Ондай жағдай байқасаңыз, соңғы әріпі сол етістіктің 2-ге көбейтіледі. Яғни бізде double consonant болады. Swim деген етістікте swim, swimming, 2m қосылды. Нақтырақ айтқанда 1m қосылды, 2m болды аяғында. Shop, shopping. Мысалы, he is swimming now. Бұл жігіт дәл қазір жүзіп жатыр. He is swimming now. Swim-ға тағы да m қосылды. Неге десеңіз, swim етістігі бір буыннан тұрады, аяғында екпін соңғы буынға түседі, және соңғы буын дауысты I және дауыссызбен аяқталады. Басқа мысал, shopping. They are shopping right now. Олар қазір дүкенге барып, олар шопингқа шықты. Қазақшада солай айтуға болады. Енді достар, кейбір етістіктер әрине бұл ережеге бағынбайды. Мысалы, X немесе W мен аяқталатын етістіктер. Box, to box. Boxing, she's boxing, бұл малышка на миллион. Ол қазір бокстасып жатыр. Бұндай кезде бізге екінші X керек емес. Немесе, it is snowing outside. Сыртта қар жауып жатыр.
бұл жерде де W болған соң бізге тағы да екінші W керек емес, иә. To row жалпы греблямен айналысу, қайық жүргізу. She's rowing деп айту үшін де екі W керек емес. Енді сөйлемдердегі сөз қатарына тоқталсақ. Болымды сөйлемдерде бәрі өте оңай. Бізде андай ағылшын тілінде сөйлемдердің subject verb order, subject verb object деген құрылымы сақталады. Яғни бізде әр қашанда сөйлем бастауыштан басталады. She кім, іс-әрекетті атқарып жатқан. Одан кейін бізге көмектесетіні to be етістік, есімдікке байланысты ауысады, және ing жұрнағы бар етістік. She is watching TV now. Ал енді болымсыз сөйлем болса ше, бұл жерде де жалпы қатар сақталады, бірақ to be-ден кейін not бөлшегі қосылады, болымсыз бөлшек. She isn't watching TV now. She's not watching TV now. Not to be-ден кейін қосылып қысқартылды, She is not деген isn't-қа айналды. I'm not watching TV now. Amn't деп айтып қоймаңыз, ол қате. I'm not watching TV now. He, she isn't watching TV now. They aren't watching TV now. Are not, aren't-қа дейін қысқарады. Ал енді сұрақ қойғымыз келсе, to be етістігі сөйлемнің басында тұрады. Одан кейін ғана бастауыш, одан кейін ing жұрнағы бар етістік. Is he watching TV now? Are you watching the lesson now? Are they joining the party tonight? Are they coming? Дәл қазір олар келе жатыр ма? To be етістігі сөйлемнің басында, am, is, are, одан кейін, немесе am I feeling all right? Мен қазір өзімді қалай сезініп тұрмын, жақсымын ба дегенде. Одан кейін бастауыш, I, одан кейін ing жұрнағы бар етістік. Кейде бізде special question болуы мүмкін, арнайы сұрақтар, what, which, whom, whose, where, how, how long. Бұндай кезде бізде арнайы сөз, мысалы who, which, where сөйлемнің басында тұрады, одан кейін to be етістігі, және жалпы сұраулы сөйлем сияқты to be етістік, бастауыш және ing жұрнағы бар етістік. What is he doing? Мына жігіт не істеп жатыр? What, special word, одан кейін to be, бастауыш және етістіктің өзі. Мінекей достар, біз present continuous-тың ең маңызды ережелерін ұғып алдық. Енді осы ережелерді практикада тексеру үшін астыдағы жаттығуларды орындайық.